Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді ет қосылған жылдам дайындалатын чебуреки дарын жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап лайк басып, YouTube арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең бірінші осылай құрғақ ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, осылай қолымызбен толықтай араластырып аламыз. Және де осының үстінен тұз қосылған жылы суымызға қамырымызды елейміз. Қамырымыз не қатты, жұмсақ емес, орташа болуы керек. Қамырымызды толықтай біріктіріп, елеп алғаннан кейін 15 минутқа тындыруға қоямыз. Қамырымыз тынғанша ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш керек, немесе етіңізді турап алсаңыз да болады. Сосын пиязды тураймыз. 4 етіп ұсақтап осылай турап шығамыз. Осылай барлығын біркелкі етіп, 4 деп турап дайындап аламыз. Және де мен бұған қосымша көк пиязды да турадым. Көк пияз немесе кез келген жусай қоссаңыз да болады. Бұл сіздің жаңа чебуректеріңізге ерекше иіс, ерекше дәм береді. Мінекей достар, барлығын біркелкі етіп, 4 турап, осылай бір ыдысқа салып аламыз. Осылай барлығын турап, дайындап алғаннан кейін, бұларды бір рет қуырып аламыз. Мінекей табамызға аз ғана мөлшерде май құйып, жаңа тураған етіңізді немесе фаршыңызды осылай бір қуырып аламыз. Бірінші етімізді қуырамыз, үстінен сәл татымына қарай тұз саламыз. Етімізді осылай қуырып, пісіріп алғаннан кейін үстіне пиязымызды қосып бірге қуырамыз, пияз бен көк пиязды. Осылай сәл қуырғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Сонымен біздің начинкамыз дайын болады. Сосын жаңағы иі қанып тұрған жұмсақ қамырымызды елеуге көшеміз. Мінекей енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз, осылай ұзыншақ етіп. Енді осы ұзыншақ бөліктерімізді тағы да қысқартамыз осылай. Осылай ұсақтап, бірнеше бөліктерге бөліп, енді осыны дөңгелектеп жазуға ыңғайлы етіп, және де дөп дөңгелек болу үшін жаңағы шаймамыз осылай дөңгелектеп аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай әр бөлген бөлігіміздің, осылай кішкентай бөліктеріміздің салмағы шамамен 60 грамдай болды. Сіз әрине өз көз мөлшеріңізбен жасасаңыз да болады. Және де естеріңізге сала кетейін, видеоның төмен жағында барлық ингредиенттердің керек заттарының көлемі жазылған. Жаңағы жазған бөліктерімізді, дайындап алған бөліктерімізді енді осылай оқтаудың көмегімен жазамыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа болып кетудің қажеті жоқ. Енді осының ішіне салмамызды саламыз. Біркелкі етіп осылай жазып саламыз. Бір жерге үйіп емес, осылай жазып салсаңыздар болады. Енді шет-шетін осылай бір-біріне жабыстырып, қолыңыздың көмегімен толықтай жабыстырамыз. Ашық болса, егер қуырған кезде ашылып кетеді. Мінекей достар, біздің формамыз дайын болды. Осылай барлық чебуректерімізді дайындап аламыз. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Осылай достар, барлық чебуректарымызды начинкасын салып дайындап алғаннан кейін майымызды қыздырамыз. Бастапқыда майымыз қатты қызып тұруы керек. Осылай біздің майымыз қыздырдық, әбден қызды. Енді жаңа дайындап алған чебуректарымызды салып қуырамыз. Басында майыңыз қатты қызып тұруы керек. Содан кейін сәл температурасын түсіріп, майыңыздың қызуын азайтасыздар. Қатты күйіп, қызарып кетпес үшін. Енді бір жақ беті қызарғаннан кейін екінші жағына осылай аударамыз. Мінекей достар, осылай қып-қызыл болып, әдемі болып, біздің чебуректарымыз дайын болды. Барлық дайындап алғандарыңызды осылай кезекпен кезек
пісіреміз. Мінекей достар, біз барлық чебуректарымыз дайын болды. Жасалу жолы өте қарапайым және де өте дәмді, тез әрі жылдам дайын болды. Және де ішіндегі начинкасы да толықтай піскен, өте дәмді болып шықты. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз және де осы рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып және де осы YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.